Баршаңызға сәлем. Сіздермен үй жағдайында дайындалатын картоп қосылған шұжық, яғни колбаса жасаймыз. Ол үшін бізге қажетті дүниелерді сіздерге көрсетіп өтейін. Картоп қажет болады. Етті турап дайындадық. Сарымсақ, яғни чеснок. Жарма ұнтағы, яғни манная крупа. Пияз, аздап құйрық май. Дәмдеуіштер, қара бұрыш, кориандр деген сияқты, және жұмыртқа керек болады. Мен қатар әрине ішек қажет болады. Ең бірінші кезекте біз қазір картопты үккіштің үлкен көзінен өткізіп аламыз. Картопты осылай үккіштен өткізіп аламыз. Әзірге суы шыққанша осы жерде тұрсын. Енді бізде мінеки майдалап туралған пияз және құйрық майымыз бар, қойдың майы. Қазір қуырамыз. Майымызды саламыз. Қуырамыз біраз. Қаласаңыздар көптеу қосуға болады. Мен аз қосып жатырмын. Біраз шыжғыртып алғаннан кейін пиязымызды саламыз туралған. Жақсылап жұмсарғанша қуырамыз. Астын баяу қойып қоям. Біраз жұмсарғанша қуырамыз. Енді пияз қуырылғанға дейін, мінеки біз жаңа картопты үккіштен өткізген болатынбыз. Картопты барынша сығамыз. Картошканың суы төкпейміз, әзірге бір шетке қойып қоямыз. Енді міне бізде мына жерде картошка және ет, жаңағы қуырылған пияз бен май. Мына жерде сарымсақ, яғни чеснок, ұнтақ жармасы, яғни манная крупа, 2 жұмыртқа, қара бұрыш, кориандр және татымына қарай тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Енді міне жаңағы біздің картошкамыздың суы, қараңыздар, суын сырқытамыз. Түбінде бізде аздап крахмал қалады. Сол крахмалды мұнда қосамыз. Тұзын, дәмдеуіштерін, барлығын өздеріңіз көз мөлшерімен дұрыстап аласыздар. Одан кейін қазір ет тартқыштың көмегімен ішекке саламыз. Ішекке тартамыз. Осылай салып алғаннан кейін аздап көлемін кішірейтіп, мына жерде перчаткамен, қолғаппен жұмыс істеу өте қиын, сондықтан қолғапсыз жұмыс істелініп жатыр.
Мінекей достар, біздің шұжығымыз дайын болды. Енді қазір иненің көмегімен кесеміз. Суға саламыз. Так. Шұжықты екі жағынан да тестік, яғни бірінші бетінен, екінші бетінен де аударып тесеміз, салқын суға саламыз. Енді газға қойып, суды қайнатпаймыз, 90 градусқа дейін қыздырып, сол қызған 90 градус суда шамамен 30-40 минут пісіреміз. Судың өлшемін осындай термометрдің көмегімен өлшеп отырамыз. Ал кеттік, газға қоямыз. Міне біздің шұжығымыз суда. Судың температурасы міне уже 90-ға жетіп қалды. 85-те 86 болды. Қазір 90-ға жеткен кезде сол 90 градуста 30-40 минут пісіретін боламыз. Біздің шұжықтарымыз осылай пісіп шықты. Енді осылай 15 минутқа қалдырамыз. Кішкене бізде құрғау керек. Одан кейін барып майға салып қуыратын боламыз. Міне шұжықтар 15 минуттай тұрды. Енді қазір табаға май құямыз. Сосын шұжығымызды салып, екі жақ бетін аудара отырып қуырамыз. Жағдайында дайындалған осындай керемет шұжығымыз. Қараңыздар, қандай тәбет ашарлық. Ешқандай қиындығы жоқ. Құрамы да өте қарапайым. Ал енді біреуін кесіп көрсетейік.